Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай қысқа дайындайтын керемет мохито және ассорти жемістерден, әртүрлі жемістерден құрастырылған компоттардың рецептімен бөліскелі отырмын. Бізге қажетті заттар мынау гранат компотын жаппақшымын, және де қара өрік, слива, мандарин, апельсин, лимон деген сияқты әртүрлі мохитоға қажетті заттарды дайындап аламыз. Гранаттың қабығын ғана алып тастасақ болды. Мынау ішіндегі осындай бөліктері маңызды емес. Және де апельсин мен лимонды осылай домалақтап, шұпырыштап турап аламыз. Алманы да керегенше өстіп бөліп дайындап қоямыз. Ең алдымен банкілерімді жақсылап монтоваркаға стерилизация жасап қойдым, яғни қайнатып ыстық болып тұрған банкіге осылай ішіне қажетті заттарды сала беремін. Мен тек гранаттың өзімен ғана жаппақшымын, яғни анарымызды жақсылап керегенше салып, қазір осының үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямын. Бұл кішкене біраз тұндырылып тұрғаннан кейін шамамен 45 минутқа не болмаса 1 сағатқа қойып қоюға болады. Содан кейін барып суды екінші рет қайтадан қайнатамыз. Осындай кішкене сары түс береді. Осындай сары түс бергеннен кейін барып біраз тұрғызып қоюымыз керек біз тұндырып. Енді екіншісінде мен мохито жасап жатырмын. Мохитоға кішкене ерекше болсын деп гранаттың дәнектерінен қосып қойдым. Яғни мынау анар дәнектері өте әдемі көрсетеді. Осылай құрастырып жасай береміз. Қалаған затымызды қалағанша салып, кез келген жемістерден жасай беруге болады. Құлпынаймен де, таңқураймен де осылай керемет компоттар құрастыруға болады. Жаңағыдай айтқандай, анардың қабығын алып тастау өте маңызды. Себебі егер қабығымен салып тастайтын болсақ, ол біздің компотымыздың ашып, болашақта атылып кетуіне алып кеп соғады. Сол себептен де оның қабығын алып тастаймыз. Мен суымды қайтадан кастрөлге құйып, екінші рет қайнатайын деп жатырмын. Мына жерде күрек, менде 100 грамдық күрек, осымен мен шамамен 350 грамдай қант саламын. Кейбір қанттардың глюкозасы көбірек болғандықтан оның тәттісі жақсырақ шығады. Кейбір қанттар, ірі қанттар болса, оның глюкозасы аздау болады дағы, жөнді тәттісі шықпай қалады. Сол себептен қантты аямай қоса беріңіздер. Егер де қыста қанты көбірек компот болса, үстіне шамалы су құйып жіберіп, арғарай тағы да көбейтіп алуға болады. Анарымыздың компоты осылай кішкене құйған кезде мутный сияқты, яғни түсі өзгеше болып шығады. Ал қанты толықтай еріп болғаннан кейін, бұл суыған кезде толықтай мөлдіреп әдемі болып шығады. Осылай әдемілеп жауып, бірінші банкамызды тексеріп аламыз. Яғни мына крышкамыздан су тамшылап тұрған жоқ па, ауа кіріп тұрған жоқ па? Ауа болса, оны қайтадан жабуға тура келеді. Мұны осылай жатқызып, банканы жақсылап аунатып тексеріп аламыз. Барлық жер толығымен жақсы жабылған. Енді міндетті түрде осылай төңкеріп қоюымыз керек. Яғни қанты толықтай ериді. Және де үстін жауып, барлық банкілерді осылай төңкеріп жинап қоямыз. Мен әртүрлі осындай жемістерден құрастырып, ассорти компотын жасап шықтым. Енді мынау анардың ішіне де басқа жемістер қоссаңыздар болады, ол өз еріктеріңіз. Және де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға кеңес беремін. Ас болсын, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.